басып кетті сразу. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мінекей бүгін керемет бір контент жасап жатырмыз. Және де бұл контенттің ерекшелігі мен үшін өте ерекше болайын деп тұр. Неге десеңіздер, мінекей жанымызда Жандос ағамыз бар. Дәл осы көлікке былай айтқанда кішігірім обзор видеоролик жасайтын боламыз. Және де оның қорытындыларын Instagram парақшадан көрсеңіздер болады. YouTube'қа да егер реті келіп жатса салатын болам. Енді бұның ерекшелігі, жалпы бұның қызығы, бұл көлікті Жәкенің айтуы бойынша енді бұл видео кейінірек шығады, өйткені әзірге ешкімге білмеуді өтініп жатыр. Бұл машина ННН тапсырысы бойынша алдырылып жатыр екен. Міне НННнен бұрын мен өзім отырып алдым. Және осыған видео обзор түсіретін боламыз. Қазір ішінің барлығы, салоны, тема тартысы деген ойбой деген отынан жүрісі деген шок, прямандай эмоцияның машинасы ғой былай айтқанда. Осы машинаны құдай қаласа ННН дейтін болады. Ал мен Кореяда бірінші отырдым НННнен бұрын блогерлердің арасында деп. Нұрдәулет бауырымыз, яғни ННН арнайы Жандос ағамызға өзі тапсырыс беріп, мінекей осы көлікті алдыртып жатыр Қазақстанға. Және де осы Кореяда жүріп, осы көлікке обзор жасау маған бұйырыпты. Сол себептеден де мен үшін өте бір керемет жаңалық болды, және де керемет контент болады деген ойдамын. Ал ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Жаңағы контенттің бір қорытындыларын сіздерге Instagramға және де YouTube каналыма салатын боламын. Машинаны алып келдік парковкеге. Ағамыздың өзінің жаңағы компаниясының атын номерге тағып қойын деп жатыр. Осылай өтіп жатыр жалпы съемка барысы. Барынша әдемі кадрлар алуға тырысамыз енді. Енді күннің салқындығына қарамастан барымыз салып жатырмыз. Сәл-пәл енді қол жорып қалды. Ондай сылтауды айтпау керек негізі. Қараңыздаршы қандай керемет, әр қазаққа осындай көлік бұйырсын. Енді осындай көлікті жалпы оңтүстік Кореядан енді ННН бауырымыз жаңағыдай тапсырыс беріп жатыр ғой. Дәл осындай көлікті бізге ННН бауырымыздың көлігін үйістіп түсіруді маған бұйырыпты. Енді қазір видео контент жақсылап жасайтын боламыз. Көліктің іші кішігірім мен сіздерге обзор ретінде түсіріп жатырмын. Панорамный крыша. Өте керемет, спорт режим, бүкіл режим табуға болады. Самолеттің де режимі бар мынаның ішінде. 650 аттың күші бар. Ойлаңыздаршы, Геленвагеннен әлде қайда күшті. Геленвагенде 530-550 болса, бұда 650 аттың күші бар. Алдағы уақытта бұл көліктен де НННнің астынан көресіздер. Көлікті салып атқан Жәке, түсіріп атқан мен деп бүйтіп алып көсең қалай. Енді біз алдын ала шығара алмаймыз, өйткені ННН бауырымыздың өтініші бойынша ешқандай жаққа ақпарат бермеңдер, өзім жақсылап влог қылып, керемет жаңалық қылып шығарам дегеннен кейін біз енді бұл влогты сол ННН бауырымыздың шығарған видеосынан кейін, контентінен кейін шығарайын деп тұрмыз. Осындай бір керемет влогтар сізге қызық болса, каналға жазылыңыз, каналды қолдаңыз, және де бұдан да керемет қызықты влогтар бізде тек алда. Сіздер күтпеген контентті барынша түсіруге тырысып жатырмын. Жалпы осы каналды ашқан мақсатымда ел күтпеген, жалпы өзімнің өсу керемет жаңалықтарыммен халықпен бірге бөлісемін, халықпен бірге қызықты да шыжықты да бірге көремін деп шешкен болатынмын.
Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Қар қатты жауып кетті, кірдік біз ішке. Дәл осы жерде сізге хабарландыру. Егер сіз Оңтүстік Корея елінен жағдай жақсы, керемет, өзіңіздің таңдауыңыздағы көлікті Қазақстанға алдыртуды ойлап жүрсеңіз, мен сізге, яғни Бай Абдолла, көлігіңізді жедел әрі сенімді жеткізіп беремін. Ол үшін менің Instagram парақшама Байкарсқа тіркелуді ұмытпаңыз, және де көлік жайлы сұрақтарыңыз болса, тапсырыс бергілеріңіз келсе, дайректке өтіңіздер. Рахмет.